Саламатсыздар ма оқушылар? Менің аты жөнім Сәдім Айгүл Женетқызы. Біз бүгін натурал сандар бөлінгіштігі бөлімінің ең үлкен ортақ бөлгіш тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың мақсаты ортақ бөлгіш, ортақ еселік, ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік ұғымдарымен танысу, екі және одан да артық сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін және ең кіші ортақ еселігін табу, мәтінді есептер шығаруда ең үлкен ортақ бөлгішті және ең кіші ортақ еселіктерді қолдану. Сабағымызды келесі сұрақтармен бастайық. Натурал санның бөлгіші дегеніміз не? Натурал санның бөлгіші берілген сан қалдықсыз бөлінетін натурал сандардың жиынтығы. Натурал санды жай көбейткіште жіктеу қалай орындалады? Натурал санды жай көбейткіштерге жіктеу берілген санды жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазу. Келесі тапсырма. Сабағымызға келу үшін біз келесі тапсырманы орындап көрелік. 12 және 20 сандарын жай көбейткіштерге жіктеңіз. Жай көбейткіштердің ішінен екеуіне де ортақ сандарды белгілеңіз. Бірінші біз 12 мен 20-ны жай көбейткіштерге жіктеп алдық. Осы жай көбейткіштердің ішінен екеуіне де ортақ сандарды белгілейік. Олар 2 және 2. Демек, 12 мен 20 санының ең үлкен ортақ бөлгіші сол 2, 2-ның көбейтіндісі 4-ке тең. Демек, біз ең үлкен ортақ бөлгіш деген ұғымды қарастырамыз. Ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз сандардың әрқайсысы бөлінетін ең үлкен натурал санды айтамыз. Мысалы, 45 және 81 санының ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз. Оның екі тәсілі бар. Бірінші, жай көбейткіштерге жіктеу арқылы берілген сандарды жай көбейткіштерге жіктеп аламыз. Олардың ішінен екеуіне де ортақ болатын сандарды белгілейміз және олардың көбейтіндісін аламыз. Демек, бізге 45 пен 81-дің ортақ бөлгіші 9-ға тең. Екінші тәсіл бөлгіштер арқылы. Демек, біз берілген сандардың барлық бөлгіштерін жазып шығуымыз керек. Осылардың ішінен екеуіне де ортақ болатын сандарды белгілеп, соның ішіндегі ең үлкенін аламыз. Бізде ең үлкені 9-ға тең. Ал енді егер бір сан екінші санға бөлініп жатса, онда ең үлкен ортақ бөлгіш берілген сандардың кішісі болады екен. Оған мысал ретінде келесіні қарастырамыз. 6 және 24 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз қажет. Бізде 24 саны 6-ға бөлінгендіктен және анықтамаға сәйкес осы екі санның кішісін аламыз. Сонда біздің 6 мен 24-дің ең үлкен ортақ бөлгіші 6-ға тең екенін анықтай аламыз. Сабағымызды бекіту мақсатында бекіту тапсырмаларын қарастырайық. Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз. Ол үшін біз 88 мен 24-ті барлық бөлгіштерін жазып, олардың ортақ бөлгішінің 8 екенін алдық. Сәйкесінше 16 мен 36-ның бөлгіштерін жазу арқылы ең үлкені 4 екенін анықтадық. Келесі тапсырма. Балаларды қорғау күніне орай демеуші әр сыныпқа 48 электронды скутер, 72 ойын құралдарын және 120 шахмат тақтасын сатып алды. Ойыншықтардан әр сыныпқа бірдей етіп неше жиынтық әзірлеуге болатынын табыңыз дейді. Ол үшін біз берілген сандарды жай көбейткіштерге жіктеп алып, олардың ортақ сандарын анықтадық. Олар 2, 2, 2 және 3 екен. Осы бойынша олардың 48, 72 және 120 санның ең үлкен ортақ бөлгіші 24-ке тең екенін анықтадық.
Осы орындалған тапсырмаларды ең үлкен ортақ бөлгішті табады бағалау критерийінің, сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін дұрыс анықтайды дескриптор бойынша бағалауымызға болады. Енді балалар, сіздерге өз бетінше орындауға арналған тапсырмаларды ұсынамын. Егер x пен y сандары мына көбейткіштердің көбейтіндісіне тең болса, онда x пен y сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз. Бір себетте 32 алма, екінші себетте 40 алмұрт бар. Осы жемістерді пайдаланып, себеттерге жемістер саны бірдей етіп, ең көп дегенде неше себетке бөліп салуға болады. Келесі сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз қажет. Бүгін өтілген материал бойынша қосымша мәліметтер алу үшін келесі ресурстарды қарастырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.